Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, баршаларыңызға келіп жеткен қасиетті Рамазан айы берекелі болсын, мұбарак болсын, дұға тілектер қабыл болсын. Қасиетті Рамазан бұл сүйінші айы, бұл қуаныштың айы. Әрбір отбасы қуануға тиісті ай. Сол қасиетті Рамазан айында Харекет қайырымдылық қоры 7 баласы бар анамызды қуантуға жолға шықты. Жолдан дүкенге кіріп, тәттілерімізді алып, балдарға, бүлдіршіндерге және сол шаңыраққа шашуымызды алып алайық деп отырмыз. Қуанышты бірге куә болайық. Бізбен бірге болыңыздар. Балапандарға ең маңызды нәрсені алып отырмыз қазір азық-түлікке. Балапандарымызға ең керегі бар тәтті торт қой. Бұл енді Рамазан мереке айы ғой. Сонда мерекелермен құттықтап тәтті тортпен барайық. Құрметті достар, біз қазір апайымызға келдік. Ол кісі бірақ ештеңе білмейді. Алло? Тәте, біз келіп тұрмыз. Аха, 69 ма? 69 ба жай ғана. Аха, жарайды. Сәлеметсіздер ме? Ана жаққа кетіп қалыппыз ғой біз. Таппай жүрміз. Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Жүрміз сол жерде тұрмыз. Осы жақта тұрасыздар? Айда, менкі даны. Жарайды. Ертең енді қасиетті Рамазан айы ғой. Соның алдында енді аз-маз кішкене болсын әйтеуір. Көмек болсын, қазір карантин. Майымыз жоқ, бұрын литр май аласың 3 теңгеге. Оны 2 күннен істесең уже бітіп қалады. Конечно, еще жетіп ала оңай емес қой. Ана май сатып алдым. Сол бізді енді түнде алып беріп ғой. Машалла, я қабыл болсын ниеттеріңіз. Жүрегі қызық көріп жүр. Мұны жалдап тұрасыздар ма? Өз квартираларыңыз емес па? Біз Алматыда тұратын едік, сосын мына карантин еткен балаларға кішкене не болады. Ауыл жерге сен прописка не болғаннан кейін кішкене көмек бола ма? Махади, бар ма салсамасаңыз еркете ма торт? Анда салқын жерге қояды. Сіз өзіңіз отырмайсыз ба? Біз отырмыз. Отырмыз. Чай әкелдіңіз? Жоқ, әуре болмаңыз. Бірақта мен 6 баламмен ажырасқан, бірақ енді ол кісі ішкенін қоймады. Содан қайтып балаларды соққыға алып сөйткен кезде сосын болмайды. Содан ажырастық, алиментке де жазбаған, ол кісі ешқандай да көмек бермейді. Қиналып кетпейсіз бе? Қиналып кетпейсіз бе? Бұлай не өміріне бала тусын еді. Бірақ балаларым өсіп келе жатыр еді, осынша күресіп кетті. Балаларым алды 18-ге шығып қалды. Жыламаңыз, тәте, бәрі жақсы болады. Әрбір қиыншылықтың артында бір жақсылық бар ғой? Әрбір қиыншылықтың артында жақсылық бар. Сіз мықтысыз, мықты болғаннан кейін Алла тағала сізге осындай сынақ беріп тұр. Осыдан сүрінбей өтіп кетсеңіз, ертең қасиетті Рамазан айы, әлі қос балаларыңыздың қызығын көріп, әлі Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Әмін айтқаныңыз. Енді аз да болса көп те көріңіз. Рахмет, ой, осыны өзімізге қалай үлкен көмек. Ал неге Харекет қайырымдылық қорына жазып көрген жоқсыз ба? Енді кішкене не очередьке тұрып, үйге? Біз қай айда бардым? Қазір ана неде бар? Біз неде бармыз, Жазира? Харекет қорында бармыз, Инстаграмда бармыз. Тіркелдіңіздер ма? Баспана сұрап, көмек сұрағым. 7 баламен не? Ең кішкентайыңыз нешеде? 1 жас екен. Менікі сияқты екен. Менікі де 1 жас екен. Не істейміз айтым? Балаларды жоқшылықпен айтыр. Құдайға шүкір енді кішкене өсіп нетіп қалды енді. Сіз мықтысыз ғой. Балалар аман болсын. Конечно. Бүйтіп ойламын қайтадан 36 жасқа келдім, үйім жоқ осылай. Қайтадан бүйтіп ойлап, өзімді енді нетім да, енді 36 жасқа дейін, зато мен 1 бала, 2 бала туу, өзім кейін айдемден жүрмесем да, зато мен өмірдегі жетістігім, зато балаларым бар. Иә, әрине. Айтыр Құдайым
балаларым аман болсыншы, енді бәрі жақсы болатын шығар деп. Қайдан бересіз? Балаларыңыздың несібесіне қарай Алла тағала үйіп төгіп бір-ақ сәтте беріп сізді қуантатын шығар. Біржаз хикаяларыңыз болмаңыз ба? Біз кішкентай үлкен арманды алып ұшатын бір кішкентай ғана ұшақты алып бара жатырмыз. Бұл ұшақ кішкентай бүлдіршінімізге сыйлаймыз. Бұл жерде баспананың кілті бар. Кеттік. Қуанышты бірге көрейік. Енді осындай қасиетті Рамазан айында бір-бірімізді қуантуға асайық. Ейді апайымыз. Ассаламалейкум. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Ассаламалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Жақсымыз. Кішкентайыңыз ба? Қалайсыздар? Маржанка. Маржанка. Аға сәлемдер. Қалайсың, жағдайың қалай? Денсаулығың қалай? Бізге бір жақсы адаммын. Енді сөз айтса сол жылаймыз ғой, әйтеуір. Жақсы сөз айтып еді, соған жылап енді. Қасиетті Рамазан айының алдында әйтеуір бәрін аралап, жағдайларды біліп, енді Алланың сондай бір сүйіншісі ғой. Алланың сүйінші айында бұл енді жұмаққа кіретін, бұл жұмаққа кірудің сүйіншісі Рамазан. Рамазан айында кім жақсылыққа жетсе, шынайы құлшылық ете алса, ол жәннаттың төрінде болады, сүйіншісі сол болады. Я үйден 4 бала, 3 бала, 4-іміз ұстаймыз. Алла қабыл етсін. Мына кішкентайыңыз ғана саған. Өз анам. Аға қара, аяға келді. Самолет? Аяй. Бұл армандарды алып ұшатын самолет қой, дейсің ба? Рахмет. Самолетте не бар? Не бар екен самолетте? Қараш самолеттің астында не бар екен? Не бар екен? Не бар? Нені бар? Харекет қайырымдылық қорының баспанасының кілті сіздерге бұйырды. Заман. Құтты болсын. Баспаналарыңыз құтты болсын. Қыздар келіңдер. Қыздар келіңіздер. Сіздерге үй берді. Арланы да сүйейін болсын. Сіздерге бүгін еліміздегі Харекет қайырымдылық қорының 192-ші баспанасының кілті сіздерге табысталып отыр. Бұл қасиетті Рамазан айының. Кішкентай бүлдіршініміздің армандарды алып ұшатын ұшағымыз бүгін осы апайымыздың кішкентай бүлдіршінге ұшып келді. Құттықтап қойсаңыздар болады, сүйінші ағайын. Ораза қабыл болсын. Өз отбасыларыңызда міне армандар орындалады. Біз сіздермен біргеміз. Ешқашанда мұңаймаңыздар. Бұл қазақтың жылу жинау дәстүрі, асар. Қай кезде қиналған қазақ бір-біріне жәрдемдескен. Құтты болсын баспаналарыңыз. Бұл қуаныш енді. Ал енді қазақ елімізге қасиетті Рамазанда осындай қуанышыңызбен елмен бөлісіп қойсаңыз болады. Әрбір қазақ менің жалғызым деп осындай барын салған барша Қазақстанға, елімізге өзіңіздің тілегіңізді, ақбатаңыз беріп қойсаңыздар болады. Мен осы Харекет қорын ашып, осы баспанадан қиналып осындай жүрген көп балалы отбасы осындай халықтың жағдайына көмектесіп, біздің немізге ортақ болып жүрген Мұқан қызы Гүлмира әпкемізге көп рахмет айтам. Осы бәріңізге атсалысып, осы сіздерге қазақ еліме көп рахмет айтам. Оған бір түс сияқты. Осыдан қашан хабарласып Харекетке хабарластыңыз ғой сіз? Сіз Харекетке қашан? Харекет қорына барған кезде телефонда сөйтіп қарап отыр, содан адрес Рысқұлова 130-ша. Сосын ол Харекет қорына баратқан кезде менің қалтамда 300 теңгем болған. 150 теңге автобуспен бардым, сосын Шаңыраққа дейін қайтып келдім. Содан екінші Шаңырақтан үйге дейін жаяу қайтып келдім. Сол кезде қар жауып, сондай болып тұрған. Қарасаңыз сен сол кезде мен әкем 5 жыл болды өтіп кетті. бір туысыма барған сияқты жолда бүйтіп баратыны көзімнен жасым тоқтамайды. Сосын бүйтіп барған кезде ана екінші этажға көтеріліп
қарекет қорын кабинетке кіре алмаймын ғой. Тоқтан алмаймын. Жарты сағат тұрған шығармын жылап. Кірейінші десе білмеймін. Сондай жылап бірақ менде сеніс болған қарекет қор көмектеседі. Я, енді Алланың қалауымен сол жердегі сіздің дұғаларыңыз қабыл болған шығар. Көп рахмет. Мен маған сияқты осы. Алланың үлкен сыйы ғой енді. Бұл жерде біздің ешқандай неміз қатысымыз жоқ. Біз тек қана бір бәріміз Алланың қызметшісіміз. 19 жыл, почти 20 жыл болды сөйтіп батырлеп. Кішкентайларыңыз қайда, бүлдіршіндеріңіз? 4 бала осында, 3 бала алып келді. Содан кейін Енді Алла қаласа, бүлдіршіндердің барлығының өзінің шаңырағында, өз үйінде, Алла бұйырса, осы карантин біткеннен кейін баршамыз апайымызға қонаққа келеміз, бүлдіршіндерімізге қонаққа келеміз. Әр қазақ баспаналы болады. Біз сіздермен біргеміз. Жанатбек бауырымыздың да бір ауыз осы үйдің ер азаматы, үлкен азамат, ертең қазағымыздың көк туын желбіретіп шығып, бір бұрышынан алып шығатын болса, нағыз батыр тұлға. Осындайда біз демеу беріп жатқан кезде халқыңа, Жанатбек, ел жұртыңа бір ауыз тілегіңді айтып жіберсең. Аман болсын бәрі. Осы құтты Рамазан келіп жатыр. Сол ораза ұстаймыз. Рахмет. Қабыл болсын баршаларыңызға. Рахмет. Біз сіздермен біргеміз. Алла күш-қуат берсін. Осылардың дұғасы, ұстаған оразалары, Алла деген бір ауыз сөз ғой, Алла деген азбайды, тәуба деген тозбайды дейді. Кім Алла Тағала маған бір қадам жүрсе, мен оларға тез жетемін дейді. Я Раббым Алла деп Аллаханның жайын, Я Раббым Алла деген адамға Аллахан бос қайтаруға ұяламын дейді. Сондықтан да иншалла Алла Тағала дастархандарыңызға береке берсін, отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын дейміз. Амин. Бисмилла. Біз анамыздың тұрып жатқан, талай жыл тұрған пәтерімен енді қоштасамыз, Алла бұйыртса. Дәл қазір карантин болғандықтан біз ешқайда шыға алмай отырмыз. Барып жаңа пәтерді көруге де мүмкіндік жоқ. Алла қаласа карантин біткенде жаңа пәтерге баршамыз бірге барып, шашу шашып кіргеніне куә боламыз. Сондықтан біз осы талай жыл тұрған пәтерімен қоштасамыз, Алла қаласа. Енді, осы пәтерге де Аллаға шүкір, рахмет. Осы уақытқа дейін осындай пәтерлерде бірақ қиындықтар емес. Ол осы белестерге жету үшін, осы бір сондай бір кедергілер ғой енді, былайша айтқанда. Сіздерге үлкен жақсылық алып келген пәтерлер. Енді өз шаңырақтарыңызда жақсылап отырып шай ішеміз, Алла қаласа. Алла Тағалам сол күнді насіп етсін бәрімізге. Амин. Құтты болсын. Үйіміз болды, өз үйімізге тұрып та көрмеппіз, қалай болады екен. Осындай бірақ кішкене бір яркилау болады. Айтыр балаларды, айтыр біреулерге намайсың бір жерден шығыңдар, балаларың ары айғай шу не, айтыр пәтерден пәтерге көшін. Ол күндердің барлығы артта қалды енді. Иншалла, Алла қаласа. Енді күнде ана үйіңізге ойша ремонт жасап, қиялданып жатыңыз. Өз үйімді бүйтем, өз солай қалай болады екен деген соны ойладым. Өз үйіміз. Жарсын квартираға сдавать етіп қойсың. Амин. Алла қаласа, иә. Сол күнді насіп етсін. Амин. Рахмет енді біз. Көп рахмет сіздерге. Бана мен телефоным хабарласып тұрыңыздар. Иә, хабарласып тұрамыз. Алла бұйырса карантин аман есен бітсін, келеміз ғой. Алла қаласа. Жақсы. Аман болыңыздар. Қыздар, сау болыңыздар. Осылар туып, ғана осы пәтерлеп жүреді. Уақыт өтеді. Алланың несібесі ғой өзі, талай жылдар келіп, үлкен сүйіншісі бар. Осы күнгі Алла Тағалам насіп еткен ғой, сіздерді себепкер қылып. Енді оразаларыңызда Алла қаласа ұстаңыздар, құлшылықтарыңыз жасаңыздар, 5 уақыт намаз үзбеңіздер. Иншалла Аллаға тез жеткізетін амал бұл намаз, ораза, өзіміздің азнаудақ садақамыз. Садақа деген міндетті түрде жаңа қаржылай емес. Біреуге жымиып күлсек те ол садақа. Жерден бір кішкентай тасты алып тастасақ та ол садақа. Садақа пәле жаланы қайтарады дейді. Жақсылыққа жеткізеді. Сондықтан Алла Тағала қабыл етсін енді оразаларыңызды. Амин. Дұғадамыз. Аман болыңыздар. Алла қабыл етсін баршамыздан. Ой, көп рахмет сіздерге де. Аман болыңыз. Құрметті ағайын, міне қазір біз Айда әпкеміз 7 баласы бар, қанша жыл пәтерде тұрған, қиын қыстау уақыттардың барлығын басынан өткерген.
сондай бір анамызға, бала шағасына Алланың қалауымен сіздер тарту еткен, әр қайсыңыз берген қаражатты жинап, біз баспанасын сыйлап келе жатырмыз. Қазір карантин, барлық мешіттердің есігі жабық, қағбалардың есігіне кіре алмаймыз, тарауықта тұра алмаймыз, жамағатпен намаз оқи алмаймыз, қасиетті Рамазан айы, үйден шығуға болмайды, барлық жер жабық. Бірақ Алланың мейірімінің есіктері ашық қой. Алланың кешірімінің есіктері ашық. Дұғаның есіктері ашық. Біз көптен көп дұға жасайық. Алладан кешірім сұрайық. Бұл Рамазан кешірім айы, мейірімділіктің айы, кішіпейілдіктің, бауырмалдықтың айы. Барынша осы жүрегіміздегі жылулығымызды бір-бірімізге арнайық. Осы айда біз Қарекет қайырымдылық қоры 30 күнге 30 баспана деп ниет қылып отырмыз енді. Алла тағала соған жеткізсін. Осы қасиетті Рамазан айында 30 отбасын қуантсақ, иншалла, Алланың қалауымен, әрине әрбір қазақтың жүрегіндегі жылулығымен 30 баспана, 30 отбасы қуанған болса, ертең сол отбасынан шыққан ер азаматтар, кішкентай бүлдіршіндеріміз өсіп, осы еліміздің бір бұрышын көтеріп алып шығады ғой. Және сол құралақан қалмаймыз. Бәріміз мол сауаптан еселенетін, сондай бір сауаптар еселенетін, азғантай ғана бір сауап жасасақ, бір амал жасасақ, ол қаншама мың есе еселенеді. Жәннаттың есіктері ашық, тозақтың есіктері жабық кезде осындай бір-бірімізге мейірімділікті танытайық ағайын. Шынайы өз көзіңмен барып көру ол бөлек екен. Ақшадан бөлек жылы біздің сөзіміз, қолдауымыз, мейіріміміз қажет болып тұр екен. Өйткені адам маған бір ауыз жылы сөз сөйлесе, мен жылап қалып тұрмын дейді. Өйткені бізді ана жерден де қуат, мына жерден де қуат, ешқашан ешкім халімізді сұрамайды дейді. Сондықтан бір-бірімізге мейірімді болайық. Кейде сіздің бір ауыз жылы сөзіңіз адамға сондай жігер беруі мүмкін. Баршаңызды осылай жақсылық жасауға шақырамыз. Рамазан айында сауаптан құр қалмаңыздар.